Ақлола сіңлем барған шаңырағыңда сыйласықлы болғайсаң. Сол шаңыраққа барған соң ата-анаңды сағынасаң. Сол сағынған кезіңде қайын атаң әкеңдей, қайын енең анаңдай мейірман болсын. Ал өзің болса, осы шаңырақта ата-анаңды қандай сыйлап, қандай көретұғын болсаң, барған жеріңде қайын ата, қайын енеңді сондай көргейсің. Сол шаңырақта ол жерге қызы ретінде қабыл етілесің. Некей 2 жас бүгін міне Алланың несіп еткен күнінде сіздердің шаңырақ көтеруіңіз болып атырды. Соның үшін күйеу баламыз сізге айтарымыз, бүгін міне ата-анасы өз қызын сіздің шаңыраққа аманат етуде. Екеуіңіз ауызбіршіліклі болып, сыйласықлы болсаңыз, екі жақтың ата-аналары тату болады. Соның үшін Шақлола сіңлім, шаңырақта ер адамның орны ұлы болады. Әрбір шаңырақта ер азамат шаңырақтың тірегі болады. Әнеке күйеу бала сол тірегі болып, сол шаңырақта қызымыз тұрмыс кешіргейсіз. Ал Шақлола сіңлім, сол шаңырақтың ауызбіршілігін сақлау, сол шаңырақтың ұйтқысы болу енді сенің қолыңда. Соның үшін барған жеріңде кішіпейіл болып, сыйласықлы болып, сол шаңырақта өніп өскейсің. Бүгін міне ата-анаң, туған туысқанлар әмесі жиналып, сізге қолларынан келгенінше сауға саламларын беріп атыр. Сол берген сауға саламларын күйеу баламыз бенен бірге жақсы күндеріңізге пайдаланғайсыз. Ал күйеу бала сізге айтарым, әрбір ер азамат өмірде 3 нәрседен алжаспау керек. Бірінші бұл кәсіп таңлаудан, ал екінші жора жолдас таңлаудан, ал үшінші болса өмірлік жолдас таңлаудан. Осы 3 нәрседен алжаспаған болып, өзіңнің үйіңде өніп өсіп, ата-анаңыздың үмітін ақлайтығындай перзент болғайсыз. Сіздер ата-аналарыңызды қандай сыйласаңыз, ертеңгі күні перзенттеріңіз сіздерді сондай сыйлайды. Соның үшін бір-біріңізді сыйлап, өмірде сабырлы болуға үйреnin. Себебі тұрмыстың ойлы қырлы соқпақлары болады. Шақлола сіңлім, әрбір шаңырақта жетер-жетпеслік болады. Әнеке сол жетер-жетпеслікке сол шаңырақта шыдап білсең, сол кезде кімнің тәрбиелағаны дегенде, Нетбай ағамыз әмде Гүлбақар апамыздың тәрбиелағанына рахмет деген сөздерді алып бересің. Ал енді қызымызға арналған хаужар қосығына нәубетті береміз. Хаужар қосығы уақытында хажы аналарымыз, хажы аталарымыз, қызымыздың маңлайынан сүйеміз, соғынан туған туысқанлар, қызымыздың достары, қоңсы апаларымыз, ата-анасы қызымызбенен көрісіп, қызымызды шын үйіне ұзатып саламыз. Айналайын ай қызым, шашпаулары қырмызым, ол қызларым ішінде орны бөлек бір қызым.
болмасын, қызымыз барған жерінде тастай батып, судай сіңіп, өніп өсіп, бақытлы тұрмыс кешірсін деп қаламыз.